Барлықтарыңызға қайырлы күн. Мен бүгін сіздерге Tongcraft деген NFT ойын жайлы айтып беретін боламын. Бұл ойын Farm World деген ойынға қатты ұқсайды. Естеріңізде болса, мен Farm World жайлы видео жасағанмын. Farm World'та мен 400-500 долларға жақын ақша таптым. Бұл жерде де көретін боламыз, қанша табуға болады, немесе қанша жоғалтуымыз мүмкін. Сол себепті де видео міндетті түрде басынан соңына дейін көріңіздер. Мен бұл видеода сіздерге барлығын түсінікті тілде айтып беретін боламын. Ары қарай өздеріңіз шешесіздер, ойынға кірген дұрыс емес. Мен тек сіздерге ойын жайлы айтып беретін боламын. Одан кейін өзім қаншаға кіретінімді айтып беретін боламын. Ал енді каналға тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде каналға тіркел, лайк бас, комментарий жаз, қоңырауын бас қоюды ұмытпаңыздар. Енді қараңыздар, Tongcraft ойын дәл қазір бета-тест болып жатыр, ертең официальный релиз болады. Енді қараңыздар, қазір мен сіздерге ойын жайлы қысқаша түсіндіріп кететін боламын. Farm World-тың копиясы. Бұл жерде мүмкін жақсы доход аламыз, мүмкін өзін салған ақшамыз өзін ақтай да алмай қалады. Қазір қараңыздар, бұл жерде бізде 3 инструмент болады: лесопилка, шахта, кузница. Бұл 3 инструмент бізге ағаш, темір, уголь деген сияқты предметтер алып келеді. Яғни бізге қараңыздар, лесопилка ағаш алып келеді, шахта көмір алып келеді, кузница темір алып келеді, яғни шеге алып келеді деп жазған бұл жерде. Ол нәрселерді біз не істей аламыз? Мысалы, бізде ағаш, шеге жиналған кезде біз не істей аламыз оларды? Біз оларды біз секілді адамдарға сата аламыз, немесе осындай инструменттерді крафт ете аламыз. Мысалы, қараңыздар, крафтқа кірдім мен қазір екінші терезеге. Обычный крафт, опасный крафт. Опасный крафт пен обычный крафт екі түрі бар. Обычный крафтта бізде, мысалы, қараңыздар, лесопилка, шахта, кузница үшеуінде крафт ете аламыз. Мысалы, мен лесопилка крафт еткім келіп тұр. Ол үшін маған не керек? Ол үшін маған 16 000 ағаш керек, 4 000 шеге керек. Мен крафт ететін кезде бұл жерде ең обычный лесопилка крафт етіледі. Лесопилканың бұл жерде 5 түрі бар. Ең арзан лесопилка ол common, одан кейін uncommon, одан кейін rar, эпический и легендарный. Көргендеріңізде осылай 5 түрі бар. Ең арзаны бізге 16 000 ағаш пен 4 000 шеге керек. Ары қарай көтеріліп кете береді. Ал үшінші жерде біз типа ресурстарымызды сата аламыз. Яғни біз жаңа ағаш, темір, уголь жинадық қой, соларды біз өзіміз секілді адамдарға сата аламыз. Мысалы, мен сатқым келеді, продать басам, қанша ағаш сатқым келеді жазам, қанша тонға сататынымды жазам. Бұл жердегі қазір цифралардың бәрі өтірік. Мысалы, сіз ертең 100 ағашты 0,1 тонға сатуыңыз да мүмкін. Бұл жерде средний бағасы шығады өзі рыноктан. Мысалы, сіз купить ресурсы деп басатын болсаңыз, осы жерде средний ценалар шығып тұрады. Бұл қазіргі ценалардың барлығы өтірік. Қарасаңыздар, мысалы, 10 ағаш 0,04 тонн, 200 ағаш 0,085 тонн. Но дәл қазір тек ағаш қана бар рынокта. Себебі алдын бізге промо лесопилка берген, яғни ол кішке азғантай майнит етеді. Сол промо лесопилкамен майнит еткен ағаштар бұл жерде. Мысалы, көмір, гвоздь әлі жоқ бұл жерде. Ертең предпродажа болады, одан кейін официальный релиз болады ойында. Сол кезде цифралардың бәрі өзгереді. Енді қараңыздар, одан бөлек бізде кошелек бар. Яғни кошелек бұл жерде реферал екен. Міне кошелек. Біз осы жерге тон сала аламыз, тон шығара аламыз осы жерден. Одан кейін рефералдар тоже бар екен. Рефералдарға тоже осындай ресурстар береді дос шақырғандарыңыз үшін. Одан бөлек бұл жерде энергия бар, яғни біз көмірге энергия ала аламыз. Бір угольға 5 энергия ала аламыз. Ойын жайлы осы. Қазір мен сіздерге енді предпродажа жайлы айтып беретін боламын. Просто жабам и Tongcraft кіретін боламын. Енді қараңыздар, міне. Дәл қазір мен сіздерге орысшасын оқып беретін боламын. Типа sale 16 күні болады, сағат 20:00-де орыстардың сағатымен. Біздің сағатпен қателеспесем түнгі 10-да, 10:30-11-лерге дейін кетіп қалуы да мүмкін. Жоқ, 10-да болуы мүмкін. Немесе тіпті 9-да болып қалуы да мүмкін, себебі 1 сағат қысқарды ғой. И қараңыздар, типа набор сіз алып болғаннан кейін, сіз оны NFT күйінше Get Games деген площадкада сатып жібере аласыз деп айтып тұр, немесе ойынға салып ойнай аласыз деп тұр. Сіз бір адам тек қана 2 штук қана ала алады. Яғни әр набордан 2 штуктан ала аламыз біз максимум. Мысалы, лесоруб мен 1 штук алдым ғой, тағы 1 штук ала аламын. Набор шахты тоже 2 штук ала аламын. Набор кузница тоже 2 штук ала аламын. Енді қараңыздар, набор лесоруба 500 штук болады, 500 штуктан көп болмайды. Максимум штук 500 штук болады. Набор шахтера 250 штук болады, набор кузница тоже 250 штук болады. Ал енді қараңыздар, бір
набор лесоруба мысалы ағаш инструмент ағаш алып келетін бізге 2 тонн тұрады. Набор шахтера тоже 2 тонн тұрады, ал набор кузнеца 3 тонн тұрады. Енді қараңыздар, бұл жерде бізге 50% ең обычный түсіп қалады. Одан кейін екінші необычный 30% шанс бар, үшіншісіне редкойға 15% шанс бар, ал эпическийға 4,6%, легендарныйға 0,4% шанс бар. Яғни біз 50% случайда ең обычный лесопилка аламыз. Басқа жерлерде дәл солай, ал соңында, яғни 3 тонн тұратын набор кузнецада необычный 3% түседі. Жона жерде по идее қате жазып қойған. Обычный 25% түседі, необычный 40% түседі, редкая 25%, эпическая 9,2%, легендарный 0,8%. Яғни көргендеріңіздей набор кузнецада типа редкаяны, необычныйны алуға кішкене шанс көп. Былайша айтқан кезде біз үш наборды да алу үшін бізге 7 тонн керек. Яғни 7 тонн болатын болса, біз 3 наборды да ала аламыз. Мысалы қараңыздар, набор кузнецадан біреу аламыз, набор шахтера біреу аламыз, набор лесоруба біреу аламыз. Бұл жерде көргендеріңіздей риск бар, себебі мысалы бізге қазір барлығын алдық пактарды, и оны ашқан кезде обычный барлығынан ең обычный түсіп қалатын болса, біз ақшамызды ақтап алуымыз өте қиын болады. Мысалы хотя бы набор кузнецадан бір редкая түсіп, екеуінен обычный түсетін болса, ақшамызды ақтап алу оңай болады. Farm World'та білсеңіздер, маған бір легендарный түсіп қалған. Сол легендарныйдың арқасында мен өзімнің ақшамды мысалы 20-30 есе ақтап алдым. Мен 2 тонға алдым, қателеспесем. 2 тонға осыларға ұқсас набор алдым. Ол набордың ішінен маған ең қымбат инструмент түсіп қалды. Мысалы бұл жерде де шанс бар. Мысалы маған типа эпичный түсіп қалуға 4,6% шанс бар. Ол эпичный түсіп қалатын болса, мен өзімнің салған ақшамды дем арасында ақтап ала аламын. Ал барлығы обычный түсетін болса, ақша ақтап алу өте қиын болады. Әрине, ертең мен міндетті түрде сейлға қатсам, яғни предпродажаға қатсам, сол кезде мен сіздерге айтып беретін боламын, менде типа қандай түсті, енді ақша ақтау оңай бола ма, қиын бола ма деген сияқты барлығын айтып беретін боламын. Ал сіздер өздеріңіз білесіздер, риск өздеріңізде. Мысалға, мен жаңа айтқандай, сіз ақшаңызды ақтап ала алмай қалуыңыз мүмкін. Вообще проект ашылған күннің ертесіне жоқ болып кетуі мүмкін. Вообще істемей қатып, токендердің бәрі түсіп, мысалы сіз гвоздьдарды, бағанағы ағаштарды, угольдарды прям 0 тонға сататын кездер болып қалуы да мүмкін. Сол себепті риск бар, риск өте үлкен. Мысалы біз өзіміздің салған ақшамыздың үстіне 2 есе, 3 есе көп ақша табуымыз мүмкін, немесе вообще салған ақшамыздың 10%-ын ғана қайтарып алуымыз мүмкін.